Қайырлы күн, әріптестер. Елімізде орын алған төтенше жағдайлар барысында интернетке жүктелген бейне сабақтардың тиімділігі күннен күнге артып отыр. Олай болса, қалалық білім басқармасы және әдістемелік кабинеттің ұйымдастыруымен алғашқы вебинарымыз ертең өтпекші. Вебинарды жүргізетін Әсем Аманжанқызы. Жалпы бейне сабақ бұл қашықтықтан оқытудың тиімді формасы болып табылады. Бейне сабақты кешегі сауалнама қорытындысы бойынша скринкаст және бейне дәріс деп екіге жіктеуді көбіміз білмейді екенбіз. Олай болса, екеуінің ара жігін ажыратып алайық. Скринкаст дегеніміз бұл біздің экранымызда болып жатқан барлық іс-қимылды, барлық біздің әрекетімізді бейне ретінде жазып алатын бейне сабақтың түрі. Яғни бұл арнайы бағдарламаларды оқытуда, немесе виртуалды тренажерларда жұмысты балаларға көрсету үшін өте қолайлы құрал болып табылады. Скринкасттың үлгісін бір қарап жіберіңіздер. Осылай артқы фонды ауыстыра аламыз. Және де видеомен қатар, мысалы біздің видео жүріп жатыр, осы жерде бізге мысалы бір беретін ақпарат. Мен жалпы тәжірибемде скринкасты белгілі Photoshop, осы монтаж программаларын оқытуда, немесе өзімнің пәнім бойынша электротехникада виртуалды тренажерлардың жұмыс барысын түсіндіру мақсатында қолданып отырмын. Екінші түрі бұл бейне дәріс. Яғни бейне дәріс бұл міне қазіргі біздің үлгіміз. Яғни сөйлейтін бастың болуы. Сіздің жаныңызда немесе артқы фоныңызда барлық берілетін ақпарат слайд түрінде, сурет түрінде, бейне видео ретінде жүріп тұрады. Ал сіз сол жүріп тұрған ақпаратты өзіңіздің дауыс ырғағыңызбен, мимикаңызбен, жестіңізбен барлық ақпаратты студентке жеткізіп отырасыз. Бейне сабақтардың бірнеше үлгісін тамашалаңыздар. Амплитуда дегеніміз осы тізбек бойындағы электр қозғаушы күштің қабылдайтын ең жоғарғы мәні, яғни максимал мәні. Бұл яғни біздің мына нүктелеріміз болып табылады. Ал период, яғни бейне дәріс, бұл камераның алдында оқытушы қоса көмекші құрал ретінде анимация, видео презентацияларды қолданып, жаңа тақырыпты түсіндіруіне болады. Енді осындай скринкаст және бейне дәрісті қалай жасаймыз деген сұраққа мен ертең жауап беретін боламын. Ең алғашқы біз Camtasia Studio программасымен жұмыс жасаймыз. Ол үшін сіз ертеңге дейін 3 шартты орындауыңыз қажет. Біріншіден, мен жіберген ссылка арқылы өтіп, Camtasia Studio 8 бағдарламасын компьютерлеріңізге орнатуларыңыз қажет. Қалай орнатасыздар? Назар аударыңыз. Әріптестер, мен сіздерге дайын ссылка жібердім Camtasia Studio бағдарламасын көшіріп алу үшін. Осы ссылка бойынша өтеміз. Мына 3 папканы да көшіреміз. Кезек-кезек скачать деп үшеуінде көшіреміз жұмыс стиліне. Көшіріп болғаннан кейін тихая установка рус дегенді екі рет шертіп басамыз. Басқан кезде арғарай далее деп батырмаларды басу арқылы біз өз компьютерімізге орнатамыз. Екіншіден, үй жағдайында хромакей жасаңыз. Хромакей дегеніміз жасыл немесе қанық көк түс. Яғни бейне монтаж кезінде оңай алынып тасталынатын түстер. Сіз өзіңіздің қолыңызда бар материалды, яғни матаны артқы фон қып төсеп қоясыз. Және үшінші, өзіңізге қажет болатын бір сабақ, мысал ретінде бір сабаққа қажет болатын презентация, видео, тағы да қосымша сурет, анимацияларыңызды жинап, бір папкаға жинақтап қойыңыз. Осы 3 шартты орындасаңыз, ертеңгі вебинарда нәтижеге бірге жетеміз. Менімен бірге болыңыздар, өрлеңіздер, өсіңіздер.